Чыңгыз Айтматов дегенде эле биз анын Бетме-бет, Ак кеме жана ошондой эле Кызыл жол жалжалым дагы башка чыгармаларын эстейбиз. Эгерде быйыл Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо ал 95 жашка чыкмак. Мынакей дал ушул мен турган жерде Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында казак бир туугандарыбыз дал ушул Айтматовдун 95 жылдыгына арнап өздөрүнүн жаз концертин тартууламакчы. Концерт кандай түрдө өтөт, кандай деңгээлде болот, мунун баарын биз алдыңкы мүнөттөрдө баяндап беребиз. Чыңгызхан дүйнөнү кылычы менен багындырса, ал эми биздин Чыңгыз Айтматов дүйнөнү калеми менен багындырган. Айтматовдун чыгармалары бир гана кыргыз элине таанымал болбостон, биздин коңшу мамлекеттерде да сүймөнчүлүккө ээ. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Айтматовдун 95 жылдыгына арнап казак боордош бир туугандарыбыз Роза Багланова атындагы казак концерти тобу жаз концертин тартуулашат. Мына Алла буйртуп, менеки Кыргызстанга тагы да келип турабыз. Осыдан bir 4 ай бурун силердин чоң акындарыңыз Акбар Рыскуловдун 70 жылдык мерейтойуна да келип кеткенбиз. Анын алдында былтыр Казакстандын Кыргызстандагы үлкөн декадасы болду. Ал кезде де келип кеткен. Мен кыргыз эли менен, кыргыз өнөрпаздары менен өтө көп аралашамын. Осы мына филармониянын директору Кыргызбай Осмонов менин ариптесим, досум, өнөрпаз жигит. Ең бірінші көзімізді ачқанда көрген телевидениеміз осы Кыргызстанның телевизоры болды. Сол кезде атақты аңызға айналған Мысқалы Ежеміз бенен Қадырбек Жодронов, Естебес Тұрсыналиев сияқты чоң артистердің ырын ұғып, әнін ұғып біз жетілгенбіз. Ал енді осы келістің, мына келіміздің себебін айтайын. Біздің Қазақстанның жаңағы концерттік ұжымы, мен 18 жыл генеральный директор болдым. Осы қазақ концерт ұжымына өмір қазір кезде жас келіп, басқа азаматтар басқарып отыр. Қазір Ақтоты Райымқұлова деген қарындасымыз басқарып отыр. Роза Багланова атындағы аңызға айналған біздің ежекеміз, әпкеміз Роза Багланова атындағы қазақ концерт ұжымы әдайын арнап, улы жазушы бүткіл әлемге әйгілі Чыңгыз Айтматов байкеміздің 95 жылдық мерейтойына байланысты чоң концерттік бағдарлама программамен келіп қалдық. Енді бұл бағдарламада көбінесе жас әншілер, жас ыршылар көп ішінде. Оның ішінде жаңадан ғана осы бір 5 ай болды қайтадан құрылған бұрынғы Гүлдер ансамблінің жаңағы бір 20 шақты өнерпаздар да келді. Енді Алла қаласа қырғыз қазақтың ортасында мінеке алтын көпірі болып жүріп отырмыз. Екі ел аман болсын, төсекті бағасы төскейді амалы қосылған біз тату халықпыз. Енді менің тілегім екі ел аман болсын. Каменерлеріне министр культураның Алтынбек екен аты мен аттас. Сол кісіге құлақ қағыз, осындай өнер алмашуды көбейтіш керек. Сілердің артистерің бізге келсін, біздікі сілерге барсын. Қазір Құдайға шүкір жоқшылық заман емес қой, бәрі жақсы, елдің қарны тоқ, баяғы сияқты мейманханалар, жатақханалар барлық жерде бар. Тағы да мына Қырғыз еліне басым дейіп салам берем. Еліміз, жұртымыз, қазақ елі мен Қырғыз ел аман болса, Алатаудың ар жағында сілер, бер жағында біздер аман болайық. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Қарабашын қанжығаға байлаған бабаларымыздың арқасында бүгін қырғыз болып тарих бөлік бүктөмдөрүнө сиңип, жоқ болып кетпей, Егемен Кыргыз Республикасы деген атменен дүйнөгө таанылып келебиз. Өз орнундағы коомдук системага башкаруу бийлигинин үстөмдүгүнө карабастан, кыргыз улутунун кызыкчылыгындагы көз карашын тайманбай айткан көк жал бабаларыбыздын иштери узун сабак болуп, ушу кезде дагы элдин оозунан түшпөй келе жатат. Бүгүн биз мына ошондой аталарыбыздын бири, кыргыз элинин сыймыгы, Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасынын ээси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу жана коомдук ишмери Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин 95 жылдык мааракесине арналган Роза Багланова атындагы Казак концерт мамлекеттик концерттик уюму тарабынан уюштурулуп жаткан достук жайы аталышындагы гала концертке чогулуп отурабыз. Ердің арқасында
Иш чаранын жүрүшүндө Казакстандан келген уюштуруучу коноктор жана да Кыргызстандын маданият министринин орун басары бул достук концерти эки элдин ортосундагы салт болуп калаарын жана да бири-бирине болгон жакшы каалоо тилектер айтылды. Улуу жазушы Шыңгыз Төреқұл уулу Айтматовдун есимине, бейнесине тағзым етіп келдік. Бүгінгі концерт бұл Шыңгыз атамызға тағзым. Өйткені Шыңгыз Төреқұл уулу тек қана қырғыз халқының ұлы жазушысы емес, ұлы тұлғасы емес, бүкіл дүние жүзінің ұлы тұлғасы. Қазақ халқының да ұлы тұлғасы. Өйткені біз Шыңгыз ағамызды өте жақсы көреміз. Оның әдебиеттерін, оның кейіпкерлерін әрқашанда жақсы көріп, оқып, әрқашанда біз қасиет тұтамыз. Сондықтан бүгінгі Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт ұйымының Бишкекке келіп, өзінің үлкен гала концертін осы Шыңгыз Төреқұл уулу Айтматовқа тағзым ретінде орындауға келіп тұрмыз. Концерттің ішінде әртүрлі жанрлардағы шығармалар болады. Сонымен қатар арнайы Шыңгыз атамызға арналған шығармалар да орындалады. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның жас орындаушылары, сонымен қатар халық артистері де келіп жатыр. Осы Бишкектің мемлекеттік симфониялық оркестрімен бірге Тұран ансамблі ойнайды, этнографиялық фольклорлық ансамбль. Және осы жаңадан құрылған құраммен Гүлдер ансамблі де шығады. Сондықтан осы Шыңгыз атамыздың жері қырғыз халқына әрқашанда өзіміздің достығымызды білдірейік деп, бауырластығымызды білдірейік деп, бүгін сіздерге өзіміздің өнеріміз арқылы Шыңгыз атамызға тағзым етуге келдік. Қазақстан менен біз тамырыбыз, тағдырыбыз бір елбіз, қоштың екі қанатындай болған бір туған елбіз. Бұл ел менен елді маданият жақындатады. Былтыр біздің Қырғызстанның Қазақстанда маданият күндері болды. Андан бұрынғы жылы Қазақстанның Қырғызстанда маданият күндері болған. Ошо жыл сайын ушундай мадани алакалардын болуп тургандыгы сөзсүз түрдө биздин достук бир туугандык мамилебизди бекемдейт да. Мына быйыл Роза Бағланова атындагы Казак концерт мекемеси бул өтө чоң мекеме, курамында бир топ оркестрлер, чыгармачыл топтор бар. Атайын ушу Бишкекке келип атат. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын арнап ушу концерттин тартуулап атышат. Бул биз үчүн абдан сыймык. Анткени улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов бул кыргыз элинин эле эмес, дүйнөнүн эң сыймыктуу инсандардын бири. Ошонун ичинде Казакстанда өзгөчө урматтайт, анткени Казакстандагы эл жазуучусу. Бүгүн ушул Роза Бағланова атындагы Казак концерт уюмунун Туран ансамблі бул өтө атактуу этно ансамбльдердин бири. Гүлдөр би ансамблі бул абдан тарыхы бай би ансамбльдердин бири. Анан Алтынбек Корозбаев баштаган солисттери ушул атайын ушу достук концертин тартуулап атышат. Анан ушул Кыргызстанга атайын келип отургандыгына биз өтө ыраазы болуп атабыз. Мындай биздин алакалар уламдан улам тереңдеш керек. Быйыл мына Айтматовдун 95 жылдыгын биз эл аралык маанайда дүйнөдө кеңири белгилейли деп турабыз. Ошонун бири мына бүгүн өтүп атат. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арнап Казак боордоштор тарабынан уюштурулган концерттин жыйынтыгында Айтматов асмандагы жылдыздай жанып, анын чыгармалары бул дүйнөдө өчпөй турганын, жана дагы кыргыз, казак жана башка өлкөлөрдөгү өсүп келе жаткан муундардын жүрөгүндө сакталып кала берет деген үмүттөбүз. Өлгөндөр барталмайынча тирилөр даңкталбайт дейт. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй Айтматовдун 95 жылдыгына арналган казак боордошторубуздун концерти жогорку деңгээлде өттү. Казак-кыргыз достугу, биримдиги мындан дагы өркүндөй берсин, өсө берсин. Ал эми кийинки достук концерттерде дагы көрүшкөнчө аман туруңуздар.